Ең алдымен бізде бұл жерде монтажға керек құрал жабдықтардың тізімі көрсетілген. Нақтылап қарап алыңыздар. Монтажды бастау үшін бізге нөлдік деңгейді шығарып алу керек. Ол үшін осындай түзу материалды немесе кез келген жіпті пайдалансаңыз болады. Бұл бізге барлық термопанельдердің деңгейі бірдей болу үшін қажет. Ал монтажымызды бастаймыз. Термопанельді алып, пеноклейімізді осындай видеодағыдай техникамен жағып шығуымыз керек. Бұл техниканың пайдасы өте жақсы жабыстыру үшін және де арасында ауа қалдырмау үшін көмектеседі. Бұл жерде біз сіздерге үйдің тегіс қабырғасына жаққандағы моментті көрсетіп отырмыз және де клейдің мөлшеріне назар салыңыздар. Көріп отырғандарыңыздай біздің мысалда тегіс емес қабырға, сол үшін клейдің мөлшері сәл көбірек болады. Бұл жерде термопанелімізді осылай орнатып жатырмыз. Назар аударыңыздар, термопанелімізді сразу жабыстырып тастамаймыз. Клей дегенше осылай жоқтырып, кішкене 2-3 минут ұстап тұрамыз. Содан кейін барып термопанелімізді жабыстырғанда тас болып осылай әдемі болып қатып қалатын болады. Шамалы күткеніміздің арқасында клей дегдіп, осындай тегіс емес жерлерге толық жететін болады. Әрбір термопанельді осылай орнатқаннан кейін үстіне өрілгенді қойып, олардың тегістігін бақылап отыру өте маңызды. Және екі термопанельдің арасына тоже осылай пеноклейімізді жағып аламыз, себебі арасында стыктары ашылып кетпей, бір-бірімен берік орналасуы қажет. Экранда көріп тұрғандарыңыздай термопанельдердің арасында осындай киілетін замоктары бар. Олар бір-біріне плотно жатып тұр ма, жоқ па, соны қадағалап отырыңыздар. Қиылған бөліктермен осылай термопанельдің екі жағында ажырақтап алсаңыздар болады. Жалпы жұмыстың нәтижесін осы жерден көрсеңіздер болады. Термопанельді қондыру ешқандай қиын емес, өз қолдарыңызбен жасай берсеңіздер болады.